ең қорыққан нәрсе қонаққа өзі келді. Әлі ikisi бірге. Апрель ойының соңғы шәршәмбісінде көрмеушілерге ярдәм итүші этләр, повадырлар күні белгіләп өтілі. Шол айдан бүгін біздің студияда қонақта кинолог Адель Насыров һәм аның эте Джек өзі біздің студиябызда. Ғаділ, сәлем. Джек, сәлем. Алмаз не болды? Жік не болды енді? Бұны 4 яшымда көршіге қарбыз бәйесі білірге деп жырлы-жырлы кіріп кеткенім, жылы-жылы егіріп шықтым. Тішләді, әлі тішләген мүнәмін қалдық 3,5 сантиметрлі жейлер қазірді ояқта соқлана. Аңладым. Алайса сен ашылай отырға рұқсат. Адель еді міне сұрысым келе, Алмаздың қорыққанын қазір Джек сеземі? Қазір сезмедір. Ол мұнда кіргеш әлі яңа орында. Шуңа көрі әзгіне қаушып отыра. Аны Алмазда әшілікті ерге мүмкін. Қорықсаң да қорықма, қайшын ұятырға керек, тұдырға керек дейлер өзіңді. Бұл дұрыс мы? Кіші қорыққанда адреналин выделяет. Шуны әт сезе. И шуны сезгенде, мұне, допустим, біз барғанда, бізге әт дегенде, или қарап алса, біз аңағар қарасақ, ол... Демек, сен әт білен шырашқаш өзіңде нейінде болса қорқуға бәйлі өзгерішлер тудырмасқа тырышыға тейіш. Адреналин бөлім шықмасын үшін. Джек болды, мен сенің достың, мен сенен қорқмайым. Сіздің ақпына повадырларына, соқырларға, көрмеушілерге ердам етуші әтлеріні әзірлейсіз, профессионал дәрежеде әзірлейсіз. Бұл үш білән нешік шығырләне башладығыз, нешік мауып бітігіз? Көтілер білән шығырләне башладығы енді біз армиядан келгеш полицияға орнаштық. Анда полицияда кинолог болып ішләген ек. 2012 жылда біз кеттік Мәскәуге, шында оқып алдық Мәскәуде 6 ай. Аннан соң келгеш, енді өтлер білән шығырлана башладым. Өзімнің әтлері бар е, бек ұшады өтлер білән ішлерге. И шунан башлап, кинолог болып ішлей башладым. Шулай да сәбәпші армия ма, яки этлерге мөхәббәт, этлер білән достлық, балашақ білән бәйлі ме? Балашақ білән бәйлім. Балашақта да әтлер бек көбі, кім гіне yoğu. Армияда да әзгін әтлер бар, онарсын армиядан полицияға орнашқа шандан да әтлер ішлей башлағаш, енді өзімні... Алар енді сіздің айырылдығысыз елдашларыңызға өрілді. Шылай. Әміне ненде тұқым әтлерін көрмеушілеріні ерту үшін үйретіп бұла? Біләсіз, мұнда тұқымларлар қазір бек көп. Коллилар, золотистый ретриверлар, лабрадор, немецкий овчаркалар. Олардың бүтінісіне етерге бұла, бір қарасаң. Бүтін тұқымларыны. Тут... Әмін ол әтлер көрмеушілерге нәрсе білен ердәм ете ала, әм алар нәрсе әшлей білерге тиеш? Әшлей білерге тиеш. Біріншіден әтлер тыныш болырға тиеш. Сабырлық болырға тиеш әтлерінің. Едімші ақылы болырға тиеш. Алар көрмеушілерге көбірек енді бір ұрынан екінші ұрынға көшерге ерірге ярдам етедір, шылай ма? Ерірге де ярдам етерге бола. Онарсын бір алып келерге керек болса мұны... Ол яқта бар, Ол яқта да бар. Орамда жергенде мұны бір... Мәселен, пульт мәй ме? Телевизор қышыға пульт. Мәселен, орамда жергенде мұны кертелер алдында тұқтарға тиеш. Жол янында тұқтарға тиеш. Машина жергенде мұны пешеходный переходларда тоже әдбен келесің. Әт тұқтай, көрмеушілер тұқтай. Әміне бұларының барысында башқарға әтлерін нешек үйретірге мүмкін? Мені нешек алып барды сіздің ішіңіз? Аннан башлап енді кішкене әтлеріні ізлейлер. Кішкене аннарысын ізлегеш тестировать етелер. Аларының өзлері тестлары бар. Тест өткеш, 3-4 айында әтлеріні көрмеуші ғайлелерге бере башлылар. Анда көрмеуші ғайлелерде ол 1 ел яши. Алар янына кинолог-инструктор келе, қары, бұлыша, нәрсе нешік өтіпсе. И шунан башлап 1 ел тұлғаш. 1 елға қатылы социализировать етер. Шығаралар орамға. Ол қорықмасқа тиеш машиналардан. Не должен обращать внимание на других людей. Демек, енді тұрмыштың бүтін қиынлықларына да әзір болырға тиеш, көрмеуші кішінің өзінен де батыррақ, ақыллырақ, әмі ярдәмшілі болырға тиеш. Мұнысы аңлашылды. Рахмет, Ғаділ. Әміне студияға келген Джек турында да сөйлеп өтсәң еді, бұл нинди парода, сенің сөздерін тыңлайм ол, әм енді көрмеушілерге ярдәм етерге әзір ме? Джекқа біздің 2 еш. Ғаділ әм Джек. Рахим етегіз башласаңыз бола спектакліңіз. Джек, отыр. Молодец. Қоям. Молодец.
Кіші. Subhanallah. Кел. Отыр. Қоян. Кіші. Кіші. Кел мұнда. Кел. Матура. Subhanallah. Кел мұнда отыр. Қайтқаш қатынында шылай еретірге керек бір әлде беттің. Ят. Әйлен. Әйлен. Молодец. Мұнды иттерден қорқпайым. Молодец. Әфәрин. Тауыш. Жек. Молодец. Тауыш. Молодец. Отыр. Бишіне біруін аңлай ма? Бешіне бер қолыңа. Бер. Джек лапы дейсіз ма? Ие. Шет кішілер білен шелешем. Сен әші? Джек, мүмкін болса Джек лапы. Әлі сен баштағандағы да қорқа едің. Дуслашып біттігіз Джек білән. Subhanallah. Афәрин. Афәрин. Джек бұлдырды. Татаршада аңлай, Subhanallah. Бұл енді міне ердемнің бірсі әйі Міне тұтып тұр. Ие. Subhanallah. Татарша командаларында аңлай екен Джек. Аллаға шүкір еттік. Біз міне бұл қойышларыны аузына қойып тұрған көрдік. Демек енді бұл ердемлердің бірсі бітейміз. Нәрсе сақлау тұтып тұр дегенде ол рахатланып өте ала. Джек, рахмет. Ғымнан тағын нендерек планларыңыз, проектларыңыз бар әтлер білен дәйлі? Әтлермен біз қазір мәкіріліп өзіміздің питомниктен ашып маташабыз. Сонда передержка, дрессировка біле шағырланабыз. Все, шулай енді. Ихтияж бар ема сіздің ішке, сіздің ерден. Демек, әтлер білен бәйлі нендегіне уақиға болмасын, алар мұқтажларға ердем етер үшін ең бірінші орында тұрушы яқын достарыңыз сіздің үшін. Шулай оқ. Адель, сізге ішіңізді оңышлар тілейбіз, һәм әтлеріңіз қар вақыт сіздің сөзін таңлай тұрған, міне шындай ақылы ердемшілетлер болсындар. Аларға да сәлемәтлік тілейбіз. Джек, сау бол, емі? Джек, сау бол. Әне, кейтті сау боллашып. Бұндай ақылы ердемшіл әтлеріні әлбәтті енді тиешінше қарап тәрбиелерге де керек. Қазір шәһәр фатирында яшәгән әтмәшілер